Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз жанды су деп аталады. Сабағымызды әдеттегіше тыныштық сәтімен бастайық. Бүгінгі тыныштық сәті ерекше болмақ. Сондықтан ойымызды тазартып, тыныштық сәтін елестетіңіздер. Өйткені барлық жақсылық ой тазалығынан басталары сөзсіз. Көзіңізді жұмыңыз және бірнеше рет терең тыныстаңыз. Денеңізді босаңсытыңыз. Бірнеше секундтан соң теңіз түбіне саяхат жасаймыз. Теңіз жағасымен келе жатқаныңызды елестетіңіз. Толқындардың жеңіл шалпылына, шағалалардың шуылына құлақ түріңіз. Жалаң аяқтарыңызбен құмды сезініңіз. Шалғайдан қара нүкте көріп тұрсыз. Ол жақындаған кезде дельфин екенін түсіндіңіз. Ол сізді теңіз түбіне алып кету үшін келді. Ол өте әдепті жәндік. Сізді шыдамдылықпен күтіп тұр. Жайлап оның арқасына отырыңыз. Мықтап ұстап жолға шығыңыз. Дельфиннің арқасында жайланып отырып, өзіңізді қауіпсіз сезіну, су астында жүзу қандай керемет. Жан жағыңызға қараңыз. Мұнда кемпірқосақ тәрізді арлы-берлі жарқырай қалқыған әсем балықтар қаншама. Теңіз түбіне бойлаған сайын айнала қалайша өзгереді. Суда тербелген қаншама ғажайып балдырлар. Қараңызшы, қандай орасан зор балықтар. Ал енді анау жаққа көз тастаңыз. Бұл орасан зор 8 аяқ. Су асты неткен қызықты, әрі ғажап әлем. Сіз бір нәрсені байқадыңыз ба? Мұнда неткен тұңғиық, толық тыныштық. Осы тыныштық күйде болыңыз. Ал қазір жоғарыға, өз әлемімізге кері қайтуға дайындалыңыз. Айналаға жіті қараңыз. Ғажап түстерге тағы бір рет қараңыз. Және тыныштыққа құлақ түріңіз. Осындай тыныштық сізге самалдай әсер береді. Енді дельфин кері қарай жолға шықты. Сіз су бетіне шықтыңыз. Жағаға жақындадыңыз. Дельфиннің арқасынан түсіңіз. Оны сипалаңыз. Және осындай ғажап саяхатқа барған үшін ризашылық білдіріңіз. Оқу орныңызға оралыңыз. Және өз орныңызға келіңіз. Бірнеше секундтан соң көзіңізді ашып, осы түйсінген тыныштықты өз бойыңызда сақтауға тырысыңыз. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын су және оның маңызы туралы білімімізді толықтыра түсейік. Су тіршілік көзі деп бекер айтылмаған. Себебі алғашқы тіршілік суда басталды. Жердегі ең көп таралған заттың бірі су. Мұхит, теңіз, көл, өзендерден басқа су барлық тірі ағзаның құрамында кездеседі. Мысалы, адам ағзасында қанның немесе шырынның негізгі құрамы судан тұрады. Кәдімгі құрғақ өсімдік дәнінде де белгілі бір мөлшерде су болады. Кейбір теңіз жәндіктері, мысалға медузаның 98% судан тұрады. Судың құрамында еріген оттегі болғандықтан жануарлар және өсімдіктер тіршілік ете береді. Адам өмірі үшін су тек қана ішу үшін емес, тамақ пісіруге, жуынып шайынуға, әртүрлі тұрмыстық заттарды тазалауға керек. Суда кеме қайық арқылы серуендеуге, жағалауында шомылуға, кемемен жүк тасымалдауға болады.
Сонымен бірге су завод, фабрикалардың жұмыс істеуі үшін өте қажет. Әрбір тірі ағза үшін су белгілі бір мөлшерде ғана қажет. Егер оған қажетті су жетпесе немесе артып кетсе, тірі ағзаның өліп кетуі әбден мүмкін. Қазақ халқы сулы жер, нулы жер дейді. Су табиғи байлық. Ғаламшарымыздың алғашқы тіршілігі суда дамыған. Сусыз тіршілік жоқ. Ол қан мен өсімдік жануар құрамында кездеседі. Зат алмасу процесін жүруіне қамтамасыз етеді. Назарларыңызға рахмет. Бүгін бізге сабағымыздың дәйек сөзі ретінде нақыл сөз берілген. Бұлақ көрсең, көзін аш. Дәйек сөзден қандай ой түюге болады? Терең ойланып көріңіздер. Су тіршілік көзі, ал су анасы бұлақ. Өмірдің нәрі де, сәні де су. Ауыз су мәселесі бүгінде 6 құрлықты алаңдатып, 4 мұхиттай толғандырып отырғаны жасырын емес. Біздің ата-бабаларымыз су қадірін әу бастан сезіп, бұлақ көрсең көзін аш деп айтып кеткен. Нәтижесінде қазақ даласы ұшқан құс пен жүгірген аңның, жұпарын шашқан жауқасын гүлдің де жұмағына айналды. Мен сіздерге мұғалім ретінде Ыбырай Алтынсариннің таза бұлақ әңгімесін естеріңе түсіргім келіп отыр. 3 жолаушы бір бұлақтың басында бір-біріне кез болыпты. Бұлақ бір тастақ жерден шыққан, айналасы қалың біткен ағаш жапырақтары бұлақтың үстіне төгіліп, суы мұздай, салқын, шыныдай жылтылдап тұрғаны сонша әдемі, тап-таза бұлақ екен. Су шыққан жеріне бір қазандай тасты біреу ойып, қорғаныш қылып, тастың суағар жеріне жазу жазыпты. Ей жолаушы, болсаң, осы бұлақтай бол. Манағыш жолаушы бұлақтан ішіп қанған соң жазуды оқып, біреу саудагер екен, ол айтты. Бұл жазылған ақыл сөз екен. Бұлақ күн-түн тынбай ағып, алыс жерлерге барады, бара-бара кеңейіп үлкейеді. Бұған бөтен бұлақтар қойып, сөйте бара үлкен өзен болып кетеді. Мұндан мұрат сол. Сен де адам, тынбай қызмет қыл. Еш уақытта жалқыланып тоқтап қалма. Сонда сен де өз мұратыңа жетесің, дегені деп білемін, дейді. Екінші жолаушы мүсәпір молда екен. Ол басын шайқап. Жоқ, мен олай ойламаймын. Бұл жазудың мағынасы сіздің ойлағаннан гөрі жоғарырақ болса керек. Бұл бұлақ кім-кімге болса да даяр. Ыстықтағанды салқындатып, жанын рахаттандырады. Сусағаның суысының қандырады. Ал оның үшін ешкімнен ақы дәметпейді. Бұлай болса адамға да сол әбірет. Біреуге жақсылық етсең, ол жақсылығыңды ешкімге міндет етпе, дегені. Ал үшінші жолаушы көркем келген бір әдемі жігіт екен. Бұл үндемей тұрды. Жолдастар, сен не ойлайсың? Деп сұрады. Жігіт айтты. Менің ойыма бөтен бір нәрсе келеді. Бұлақтың суы бір орында тынып тұрып, шөп шалам түсіп, лайық оқым болса, бұған адам мен айуан мұнша ынтық болмас еді. Бұлақ күні-түні тынбай ағып тазаланып тұрғаны үшін ынтық болады. Олай болса, жазудың мағынасы көңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза сақта. Нешік бұлаққа қарасақ, күн түссе күннің, шөп түссе шөптің сәулесін көреміз. Көңілің сол тәріздес, сыртқы ашық көрініп тұрсын дегеніме деймін, дейді. Ал ендеше балалар, мәтін түсінікті болса, мәтін бойынша сұрақтарға өз бетімізше жауап беріп көрейік.
су адамға ең қажетті тағамның бірі. Су тазалық көзі, су жан сұлулығымыздың нәрі. Бүгінгі таңда өзен, көл, теңіз жағалауларының, арық жағасының таза болмауы адамдардың суға тигізіп отырған зиянды әрекеттері. Су мөлдір, таза болуы керек, ал оны үнемі таза ұстау біздің қолымызда. Су біздің жүрегіміз тәріздес. Оны тазартып отырсақ, судың мөлдір болғаны тәріздес, біздің де жүрегіміз тазара түседі. Сондықтан ауырмай, таза болу үшін адам ішкі тазалығына мән беру керек. Яғни ойы, сезімі, тілегі, мұраты таза болғанда ғана сыртқы әлеммен үйлесімділік болады. Ал судың негізгі қасиеттеріне келетін болсақ, су еріткіш, мөлдір, түссіз, иіссіз, жұққыш және аққыш. Ал ендеше балалар, сабақтан алған ойларымыз негізінде тапсырмаларды орындайық. Өзін ұстану оқулығымыздың 142 бетіндегі 27-28 сабақтарда берілген 3-ші тапсырманы орындайық. Ал берілген үй тапсырмасы ретінде үй жағдайында суды үнемдеудің жолдарын жазыңыздар.